Өкінішке қарай Наурыз бен Мейрамгүлдің денелері табылды. Енді оларды туыстарына тапсырып, Жангелдин ауылына алып кетпек. Сағат 5-тердің шамасында өздері осы құқық қорғау органдарының азаматтар соғып ескерткен. Қазіргі таңда сол іздестіріп жатқан Наурыз бен Мейрамгүлдің сүйегі сол мұнайшыдағы үйдің айнының қасынан табылды деп. Сол моргқа тапсырылды деді. Бүгін қазір таңда сол моргқа келіп тұрды. Сағат қазір 11-де анықтау керек сүйекті деген. Содан кейін ары қарата экспертиза жұмыстарын басталатын шығар. Айын берсе кешке дейін іштегі қазір моргта іштегі қызметкермен сөйлескенде кешке дейін біту керек. Біткен жағдайда сүйекті береміз деді. Жақындарының айтуынша, оларды ата-анасының жанына жерлейді. Қазір ауылда ағайын туыс, туған жақындары күтіп отыр. Артында аңырап қалған ағайын туыс бар. Бір сәтте бүтін бір отбасының шаңырағы ортасына түсті. Кеше ғана бір айранда үйіп отырған отбасының осындай қасіретке ұшырағанына сену өте ауыр. Наурыз бен Мейрамгүлдің денесін бүгін берсе, Жангелдинге алып кетеміз. Ата-анасының жанына жерлейміз дейді туыстары. Осындайда жау алыстан келмейді деген сөздің растығын тағы бір көргендейміз. Енді тек әділ тергеу болып, әділ жаза беріледі деп үміттенеміз. Марқұмдардың туыстарына қайғырып, көңіл айтамыз. Жангелдин ауылының барлық тұрғындарына сабыр тілейміз. Шынын айтқанда, соңына дейін сенбей жүрдік. Бәлкім тірі шығар, бір жерге алып кеткен шығар. Тіпті құлдыққа сатып жүрген болар деген түрлі ойлар болды. Бірақ өлтіріп кеткен шығар деген ой үш ұйықтасақ та түсімізге кірмеген еді. Өкінішке қарай, шындық тым ауыр болып шықты. Осындай жағдайдан кейін жақынға да, алыстағы туысқа да қалай сенерімізді білмей қалдық. Бұл қылмыс туралы ақпарат таратып жүріп, біздің де жүрегіміз қақ айырылып барады. Сондықтан ауыр сөздер жазбай, сабыр сақтауларыңызды сұраймыз. Сүйекті анықтауға кіруіміз керек. Сосын ары қарата экспертиза жұмысын жасау керек қой. Өзі қазір екінші шыққан ба? Өткен жолы аға мен апаның денесін көп ұстамаған сияқты да? Жалпы іштегі кісілермен қазір өшіп. Бүгін қазір бастаса жұмыс кешке дейін беру керек деп тұр. Кешке дейін. Ауылда да солай болды. Бірінші сүйекті алған кезде күндіз қарақта кешкісін берді сүйекті. Ауылға алып кетесіздер ме? Ауылда кешесін басында қабірге ауылдан кірмей жүріп